Маған көп оқырмандарым сұрақ қояды да. Баланы кішкентай кезінен бастап жұмыс істеткен дұрыс па? Мен айтам ғой көбінесе, мен 5 класстан бастап сауда жасағам, мен 5 класстан бастап сауда жасағам деп. Соған байланысты қойған сұрақтар болуы мүмкін. Баланы кішкентай кезінен жұмсап жұмыс жасатқан дұрыс деп ойлайсыз ба деген сұрақтарға жауап бергім келіп отыр. Иә, мен қарсы болмас едім, егер де заңмен ол шектелмеген болса. Иә, шектелген ғой, әрине кәмелет жасқа толмаған балдар жұмыс жасауға болмайды деп қатты қадағалайды қазір. Бірақтан да мен айтатын едім, сауда өте қатты пісіреді баланы, пысық қылып шығарады. Ақшаға болсын, қандай ситуацияға болсын, ол одан кейін выживанияға үйренеді бала деген. Көп жағдайда саудада жүрген балдар пысиды. Мен 5 класстан бастап сауда жасағам. Бірінші анам кішкентай бауырымды босанғаннан кейін саудаға араласа бастады. Сол кездегі болды ғой, 90-шы жылдардан кейін бәрі сауда жасап кетті. Сол кезде мен анам Наманганнан, Бішкектен товар алып келетін тұғында. Сөйтіп кішкентай бауырыммен үйде қалатын өзі. Алып келіп беретін, мен отыратынмын базарда. 5 класстан бастап сауда істедім. Одан кейін бір жылды, 2 жыл солай сауда жасағаннан кейін Уральскіге, Орал қаласына, нағашыларымыздың ауылына көштік біз. Сөйтіп сол жаққа көшуге мәжбүр болдық. Өте ауырды. Ауылда өмір сүру өте қиын болды. Мүмкін емес болып кетті десем де болады. Қиналды сол кезде әке-шешем. Бір жағдайлар болып біз көшуге мәжбүр болдық. Сол жаққа барғаннан кейін обедке шейін мектепте сабаққа барып келетінмін да мен. Обедтен кейін өзімнен кейінгі бауырым екеуміз базарға барып сауда жасайтынбыз. Сол кезде мен өте қатты пысық болғам. 7 класстарды ғой, мен налог төлемейтінмін. Мүлдем местаға налог төлемейтінмін. Шанаға сап қоятынбыз. Оралда тұратын жандар болса біледі, қысы өте қатты. Шанаға сап қоятынбыз. Қыстың кезі товарды коробкамен шығармай сөйде тұратынбыз. Налог жинап келетсе, шананы жылжытып кетіп, басқа жаққа барып тұрып, солай сауда жасағанбыз да. Соның арқасында болар деп ойлаймын, мен өте қатты пысық болып өстім да. Одан кейін жаз болса каникул бойына мен сауда жасайтынмын. Өзім шығып сауда жасайтынмын. Пакеттер алып сататынмын, базарда пакет сатып тұратынмын, штучный пакеттер, одноразовый пакетке шейін сол кезде штучный сату мода болған да. Сондай сөйтіп сауда жасаған болатын да. Одан кейін өмір бойы саудамен келе жатырмын, әлі өте қатты пысықты. Кейін менің қазір байқағаным, өзім үйде бауырымның балалары да маған келіп көмектеседі ғой, магазинде көмектеседі. Қызы отличница, 5-ке оқиды да. Өте жақсы оқиды, математикадан жақсы болған. Өте пысық. Қазір мысалы ол барып өзі магазинге складтан товар алып келе береді да, 6 класс оқиды. Мені осы сіздерге дәлел деп ойлаймын. Сауда жасағанда, баланы жұмсағанда, саудаға араластырғанда бала өте пысық болады. Және жауапкершілігі мықты болады. Барлық нәрсеге жауапкершілікпен қарайтын болады. Сау болыңыздар.